Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Аймас олимпиадасы 2019-2020 жылдардағы 7-8 сыныптарға арналған есептерін қарастырайық. Бірінші турдың есептері. Так, сонымен бірінші есеп, бұл бірінші есептен 10-шы есепке дейін 3 балдық есептер екен. Яғни бұлар күрделі есептер емес. Так, бірінші есеп бізде өрнекті ықшамдаңыз дейді. 2019 азайту 2020. 2020 дәрежесі және 2018 азайту 2019 2019 дәрежесі. Так, бұл жерде барлығы оңай. Так, 2019-дан 2020-ны азайтсақ минус 1 шығады. Оның 2020 дәрежесі. Қосылған 2018-2019, ол да минус 1 2019 дәрежесі. Біз білетініміздей, егер дәреже жұп болса, онда әрқашан оң сан шығады, яғни 1 болады. Бірінші жақшада, екінші жақшада минус 1 болады. Яғни қосындысы бізде 0-ге тең. Демек, бұл жауабы А. Келесі екінші есеп. Төмендегі сызбада АБ тең БЦ тең СД дейді. Так, яғни мынау АБ, БЦ, мынау СД кесіндісі тең. АЦ тең БД дейді. АЦ кесіндісі БД кесіндісіне тең және А бұрышы 80 градус. Так, А бұрышы 80 градусқа тең. Так, А бұрышы 80 градусқа тең болса, онда бізде АБ мен БЦ тең болғандықтан, мына АБ мен БЦ тең болғандықтан, онда үшбұрыш АБЦ тең бүйірлі, бізде АБЦ тең бүйірлі, онда С бұрышы да 80 градус, онда 180-нен 80 градусқа азайтатын болсақ, екі еселенген. Так, 160 болады, онда бізде 20 градус шығады. Сонда Б бұрышы бізде 20 градусқа тең. Так, және біз байқайтын нәрсеміз, үшбұрыштар теңдігінің үшінші белгісі бойынша, бізде бірінші белгісі бойынша. Так, АБЦ үшбұрышы бізде БДЦ үшбұрышына тең, БДЦ үшбұрышына тең, демек Д бұрышы ол да бізде 80 градус, онда С бұрышы ол да бізде 20 градусқа тең, онда АЦД бұрышы бұнау бізде 60 градус болады. Себебі С бұрышы бізде 80 градусқа тең. Так, бұл жерде жауабы 60 градус, бұл есепті қиын емес. Келесі есепке ауысайық. Так, А бұрышы тік болатындай, АБЦ үшбұрышы берілген дейді. А төбесінен БЦ қабырғасына түсірілген перпендикуляр, оны Д нүктесінде қиып өтеді. Д нүктесі. Так, онда мынау бізде перпендикуляр болып тұр, мынау перпендикуляр. АД БЦ-ға перпендикуляр. Д нүктесінен АБ және АЦ қабырғаларына оларды сәйкесінше Е және F нүктелерінде қиып өтетін перпендикулярлар жүргізілген, яғни мыналарда перпендикулярлар. Суретте неше тікбұрышты үшбұрыш бар дейді. Так, тікбұрышты үшбұрыштарды санайтын болсақ, онда бізде бірінші мынау үшбұрыш бар, BDE деген үшбұрыш, DCF деген үшбұрыш бар, ADE деген үшбұрыш бар, ADF деген үшбұрыш бар, Сонымен қатар АД бізде перпендикуляр болғандықтан АБД үшбұрышы тікбұрышты үшбұрыш АДЦ және берілген АБЦ үшбұрышының өзі де тікбұрышты үшбұрыш. Сонымен үшбұрыштарды егер жазып шығатын болсақ, онда BDE біріншісі, CDF, сонымен қатар ADE, ADF, ABD үшбұрышы тікбұрышты, ACD үшбұрышы тікбұрышты және ABC үшбұрышының өзі де тікбұрышты. Сонымен барлығы бізде жетеу. Так, сонымен бізде жауабы С болады бұл жерде. Так, жақсы, келесі есепке ауысайық. Төртінші, сүйір бұрыштың 3-тен 1 және осы бұрышпен қосындысы 90 градус құрайтын бұрыштың градустық мәндерінің қосындысы 60 градусқа тең берілген сүйір бұрышпен сыбайлас бұрыштың градустық мәнін табыңыздар дейді. Так, есептің шартын түсіну үшін кішкене мұқият болу керек, яғни сүйір бұрыштың 3-тен 1. Яғни бізге қандай да бір сүйір бұрыш берілген, соның 3-тен 1 бөлігі. Яғни 3 бөлікке бөлсек, соның 3-тен 1 бөлігі. Яғни егер мынау бұрышты X деп алатын болсақ, онда 3-тен 1 бөлігі ол X бөлінген 3. Осы 3-тен 1-мен қосындысы 90 градус құрайтын деп тұр. 90 градус құрайтын, яғни егер мен мына жерден бастап жүргізетін болсам, осымен 90 градус құрайтын бұрыш.
90 градус құрайтын бұрыштың мәндерінің қосындысы 60 градусқа тең дейді. Жоқ, осы бұрышпен 90 градус құрайтын деп тұр, яғни мынау бұрышпен 90 градусқа құрайтын. Міне мынау бізде 90 градус болып тұр, мынау бұрыш. Көкпен сызылған. Мынау бұрыш бізде 90 градус. Сонда мынау бұрышты егер мен y деп болатын болсам, онда x бөлінген 3 қосылған y бізде 90 градусқа тең болып, 60 градусқа тең болып тұр, x бөлім, яғни мынау x бұрышының, мынау бізде барлығы x бұрышы болса, соның 3-тен 1 бөлігіне y деген бұрышты қоссақ, ол 60 градус. Ал мынау барлық бұрышқа x-қа, яғни y-ті қоссақ, ол 90 градусты құрап тұр. Яғни ол 90 градус. Яғни осында жүйе шығады. Так, немесе бірден азайта салайық, онда мынадан мынаны азайта саламыз. Сонда y пен y бізде жойылып кетеді. X-тан x бөлінген 3-ті азайтамыз, 90-нан 60-ты азайтамыз. Сонда бізде не шығады? X-тан 3-тен x бөлінген 3-ті азайтсақ, бізде 3-тен 2x шығады, 90-нан 60-ты азайтсақ 30 градус. Сонда x бізде 30 көбейту 3 бөлінген 2. Так, 45 градус. X бізде 45 градус бұрыш. Бізде не сұрап тұр? Берілген сүйір бұрыш пен сыбайлас бұрыш. Так, берілген сүйір бұрыш ол мынау бұрыш, X бұрышы. Онымен сыбайлас бұрыш, былай сол жібезек, мынау сыбайлас болады. Сонда 180-нен 45-ті азайтамыз, сонда 35 градус. 135 градус. Так, жауабы бізде Е болады бұл жағдайда. Так, келесі 5-ші есеп. N бүтін саны үшін 2020 көбейту. Так, жақшаның ішінде 101-ден 10, соның n дәрежесі өрнегінің мәні бүтін санға тең. N-нің қанша мүмкін болатын мәні бар дейді. Так, берілген өрнекті жазып алайық, яғни 10 бөлінген 101, осының n дәрежесі. N бізде бүтін сан, n-нің қанша мүмкін мәні бар дейді. Өрнектің мәні бізде бүтін сан. Так, 2000, так, мынаны былай деп жазып алайық. 2020 дегеніміз не? 2020 деген санды егер біз жіктейтін болсақ, 2020 дегеніміз так, 101 көбейтілген 10, 101 көбейту 2 көбейту 10. 10 дегеніміз 2 көбейту 5, яғни 101 көбейту 2-нің 2 дәрежесі көбейтілген 5. Көбейту, мынау 10 дегеніміз не? 10 дегеніміз ол 2-нің n дәрежесі көбейтілген 5-нің n дәрежесі. Дәреженің қасиеті бойынша. Бөлімінде бізде 101-дің n дәрежесі. Так, осы жерден көріп отқанымызда, егер бізде берілген сан бүтін болу үшін, онда мына жерде 101-дің 1 дәрежесі, мына жерде n. Яғни n бізде кіші неместен 1 болу керек, яғни n 1-ге тең болады. Сонымен қатар n 0-ге де тең болады, ол кезде 1-ге тең болады бөлшектің бөлімі. Енді, егер бізде n 0-ден кіші болса, яғни ол теріс сан болса, онда ол кезде біздің бөлшек қалай болып кетеді? Мысалы, n бізде минус n-ге тең болса, онда бізде 101 көбейтілген 2-нің 2 дәрежесі көбейтілген 5, көбейтілген 2-нің минус m дәрежесі, 5-дің минус m дәрежесі бөлінген 101-дің минус m дәрежесі болады. Яғни ол жерде теріс сан болатын, бүтін сан болатын жағдайды қарастыру қажет міндетті түрде. Яғни 101 көбейту 2-нің 2 дәрежесі көбейтілген 5. Сонда дәреженің қасиеті бойынша 101-дің плюс m дәрежесі болып ол жоғары кетіп қалады. Астында бізде 2-нің m дәрежесі және 5-дің m дәрежесі. Осы жерде көріп отқанымыздай, сан бүтін болу үшін, мына жерде 5-дің 1 дәрежесі тұр, мына 5-дің m дәрежесі тұр. Яғни m бізде ең үлкен мәні 1-ге тең болуы мүмкін. Демек, бізде m 1-ге тең болса, яғни n бізде минус 1-ге тең болады. Яғни басқа мәндері жоқ. Сонымен бізде 3 мәні бар, бұл жерде жауабы С болады. Так, жақсы. Келесі 6-шы есепке ауысайық. Мектеп асханасында түскі ас қораптарының 3 түрі сатылады. Олардың бағалары 15, 13 және 11 доллар құрайды. Бір күні асхана кірісі 2019 доллар құрады дейді. Төменде келтірілген жауаптардың қайсысы сол күні сатылған түскі ас қораптарының санына тең болуы мүмкін? Так, онда былай істейік.
Мысалы ас қораптарын А, Б, С деген әріппен белгілеп қояйық. Сонда А-ның бағасы бізде 15 доллар, Б-ның бағасы 13 доллар, С-ның бағасы 11 доллар. Яғни ең қымбаты А, ең арзаны 11 С. Бір күні осылар әрқайсысы бірнеше данадан сатылды. Сонда олардың жалпы сомасы S-тен 2019-ға тең болды. 2019-ға. Так, енді былай істейік. Бізде ең көбі мына ең қымбат А деген ас қорабы дейді. Соның ең көбі неше дана сатылуы мүмкін? Яғни егер 2019-ды 15-ке бөлетін болсақ, бізде 134 бүтін 15-тен 4 шығады. Яғни 135-тен аспайды, яғни кіші 135-тен, яғни кіші немесе тең емес, кіші 135-тен. Яғни А деген ас қорабы ең қымбаты, ең көбі 135 данасы сатылуы мүмкін. Ең арзан товар бізде ол С. 2019-ды 11-ге бөлетін болсақ, ол бізде 183 бүтін 11-ден 6 шығады. Яғни бұлардан ең көбі 183. Яғни 184-тен кіші, яғни 183 ең көбі сатылуы мүмкін. Так, демек бізде сатылатын қораптардың саны 135-тен көп болу керек, яғни 134-тен көп болу керек, яғни 183-тен аз болу керек. Яғни бұл жерде қандай нұсқасы орын алады? Яғни 185 бұл жерде келмейді, 205 келмейді, 105 келмейді және 130 келмейді. Демек жалғыз мүмкін жауабы ол С, 155. Жалпы осылай деп шығара салсақ жеткілікті, 155 деген жауап келіп тұр. Бірақ оған мысал келтіріп кетейік. Егер 15 доллар тұратын ас қорабынан біз үшеуін алсақ, 13 доллар тұратын ас қорабынан біз мысалы 151 данасын алсақ, және 11 доллар тұратын ас қорабынан біз 1 данасын алсақ, сонда бізде 2019 шығады. 2019 доллар шығады. Бұл мысалды келтіру міндетті емес, бұл тест түріндегі олимпиада болғандықтан, бірақ жауабы С 155 деп көрсетіп кетсе жеткілікті негізі. Бірақ осындай мысал келтіруге болады. Келесі 7-ші есеп. Емтиханда 25 оқушы ағылшын тілі сабағынан өте жақсы баға алды. Математика пәні бойынша өте жақсы баға алған оқушылар саны ағылшын тілімен салыстырғанда 2-ге артық. Екі пән бойынша жақсы баға алған оқушылар барлық оқушылардың 3-тен 1-ін құрайды. Әр оқушының кем дегенде бір жақсы баға алғаны белгілі. Барлық оқушылар саны нешеге тең дейді. Так, сонымен бізде 25 оқушы, ол А жиыны деп белгілеп қояйық. А жиынында бізде 25 оқушы бар. Ол ағылшын тілін жақсы тапсырғандар, Ол ағылшын тілін жақсы тапсырғандар. Б жиыны ағылшын тілімен салыстырғанда 2-ге артық математика пәні бойынша, яғни олар 27. Яғни 27 оқушы математикадан жақсы деген баға алды. Енді ағылшын және математикадан екеуінен де жақсы баға алған оқушылар, олар А және Б жиындарының қиылысуы болып табылады. Бұл барлық оқушылардың 3-тен 1 бөлігін құрайды. Егер біз барлық оқушыларды X деп белгілесек, саны, онда А және Б жиындарының қиылысуы, яғни екі пәннен де жақсы алған оқушылар, олар X бөлінген 3 болады. Так, енді бұларды Эйлер-Вен дөңгелектері арқылы көрсете салайық. Сонда егер мынау біріншісі А жиыны болса, екінші Б жиыны болса, онда олардың қиылысуы X бөлінген 3-ке тең. Онда А жиыны бізде неге тең болады? А жиыны бізде 25 азайтылған X бөлу 3 болады, ал Б жиыны ол 27 азайтылған X бөлу 3. Сонда барлық осы 3 бөліктегі оқушылар сандарының қосындысы бізде X-қа тең болу керек, яғни 25 азайту X бөлу 3, қосылған X бөлу 3, қосылған 27 азайтылған X бөлу 3. Бұл бізде X-қа тең болу керек. Так, X бөлу 3 жойылып кетеді. Сонда 25-ке 27 қоссақ бізде 52 шығады. X бөлу 3-ті оң жаққа өткізіп жібереміз. X қосылған X бөлу 3. Так, сонымен бізде не шықты? 52. X-қа X бөлу 3-ті қоссақ бізде 4X бөлу 3 шығады. Осыдан X-ті таба саламыз. Яғни 52-ні 3-ке көбейтеміз, 4-ке бөлеміз.
Так, 52-ні 4-ке бөлсек бізде 13 болады. 13-ті 3-ке көбейтеміз, 39. Яғни барлық x деген оқушылардың саны бізде 39, яғни E деген жауап келеді бұл жерде. Так, жақсы, келесі 8-ші есеп. А жұлдызша Б амалы келесідей анықталған. Яғни осы амалдың мағынасы келтіретін формула берілген. Егер А жұлдызша Б тең 7 болса, онда А-ның мәні неге тең дейді. Так, сонымен бізде 7 дегеніміз не? Ол А, жұлдызша 2019 деп тұр, А жұлдызша 2019. Егер осы өрнекті формулаға салатын болсақ, мынау келтірген формулаға, яғни Б-ның орында бізде 2019 деп тұр. Онда А қосылған Б, яғни қосылған 2019, қосылған 2019 болу керек. Бөлінген А азайту Б, яғни А азайту 2019, қосылған 2019. Формулаға қойып жатырмыз. Б-ның орнына 2019-ды қойдық. Сонда мынақта 2019 жойылады. Сонда мынақта А 2019-ды 2-ке көбейтсек 4038 болады. Бөлінген А. Так, бұл өрнек бізде мынаған тең, 7-ге тең, яғни бұл тең 7. Осы теңдеуді шешетін болсақ, так, бізде не шығады? А қосылған 4038 тең 7А. Бұдан 6А тең 4038. Так, бұдан 4038-ді А-ға бөлсек, бізде жауабы 673 болады, сонда жауабы. А бізде 673-ке тең, бұл А жауабы, А нұсқасы. Так, жақсы, келесі есепке ауысайық. 9-ші есеп. Теріс емес x саны, так, модульде 2x плюс 5, кіші неместен 15 көбейтілген жақшаның ішінде бірден, так, x-дің 0 дәрежесінен бастап, x-дің 2019 дәрежесін бұл 0 дәрежесі. Так, осы теңсіздік қанағаттандырады дейді. Осы теңсіздікті қанағаттандыратын x-дің барлық мәндерінің қосындысы неге тең? Так, сонымен бізде модуль берілген 2x плюс 15 плюс 5. Так, x-дің барлық мәндерінің қосындысы теріс емес деп тұр. Мына жерде x бізде теріс емес деп тұр. Яғни x бізде үлкен немесе тең 0. Үлкен немесе тең 0, кіші немесе тең 15 болады сонда, Кіші неместен 15 болады. Себебі мына екінші жақша барлығы жақшаның сыртында 0 деген дәреже тұр. Яғни бұл бізде бірге тең. Яғни біздің теңсіздігіміз осындай қарапайым түрге келеді. Так, x бізде теріс емес болғандықтан, онда біз оң таңбамен ашамыз модульді. Сонда 2x кіші немесе тең 10, x кіші немесе тең 5 болады. X кіші немесе тең 5. Барлық мәндерінің қосындысы, яғни x бізде 0 мен 5-ің арасындағы бүтін мәндер. Так, есептің шартында бүтін деп жазылмаған, бірақ негізі бүтін болу керек қой онда. Әйтпесе есептің мағынасы болмайды. Сонда 2 қосу 3 қосу 4 қосу 5 бізде 15-ке тең. Бүтін деген сөзді жазбай кеткен есептің шартында. Сонда жауабы А болады. Так, бұл жерде жауабы А. Келесі 10-ші есеп. АБЦ үшбұрышында АБ тең АЦ дейді. Так, АБ тең АЦ. АД және АЕ кесінділері үшбұрыш БАЦ. БАЦ бұрышын төмендегі суретте көрсетілген тең үш бұрышқа бөледі. Яғни бұл трисектрисалар, яғни үш бұрышты тең үш бөлікке бөледі. АБЦ бұрышының градустық мәнін табыңыз дейді. Егер АДБ бұрышы 110 градус болса. АДБ бұрышы, яғни мынау градус бізде 110 градус. Так, енді бұл жерде D нүктесі және E нүктесі симметриялы нүктелер, B және C бізде симметриялы нүктелер, Онда ADE бұрышын біз бірден табамыз, мынау бұрыш бізде 70 градус, E бұрышы ол да 70, 70-ке 70, 140. Сонда бізде А бұрышы мына жерде 40 градус. Онда мынау бұрышта 40 градус, және мынау бұрышта 40 градус. Болды. Бізге АБЦ бұрышын табу керек. АБЦ бұрышы ол 30 градусқа тең. 30, яғни мына 70-тің сыртқы бұрышы 40 қосу 30 деп есептей салсақ болады. Так, сонымен жауабы бізде А. Так, келесі 11-ші есеп.
Егер x-тен 5 болса, mx5 дәрежесі қосылған nx куб қосылған kx қосылған 2 өрнегінің мәні 100-ге тең. X-тен -5 болғанда осы өрнектің мәнін табу керек дейді. Так, яғни бізде mx5 қосылған nx куб қосылған kx қосылған 2. Осының мәні бізде 102-ге тең, егер x-тен 5 болса. X-тен 5 болған кезде. Яғни, егер x-ның орнына біз 5 қоятын болсақ, онда бізде не шығады? m көбейту 5-тің 5 дәрежесі қосылған n көбейту 5-тің 3 дәрежесі қосылған k көбейтілген 5-тің көбейтілген 5. Так, бұл бізде сонда 100-ге тең болып тұр, 102-ден 2-ні азайта саламыз. Енді біз x-ның орнына -5 қоятын болсақ, онда m көбейтілген -5-тің 5 дәрежесі қосылған n көбейту -5-тің 3 дәрежесі k көбейтілген -5. Көріп отқанымыздай, бізде барлық дәрежелер тақ, -5, -3 және 3, 5, 3, 1. Онда -1-ді жақшаның сыртына шығарып жіберетін болсақ, бізде ештеңе өзгермейді. Сонда m көбейтілген 5-тің 5 дәрежесі қосылған n көбейту 5-тің кубы қосылған k көбейту 5. Так, ал бұның мәні бізде 100-ге тең. Яғни, мынау бізде -100. Яғни, -100, мына жерде мынау бізде -100-ге тең болып тұр, сонда -100-ге 2-ні қоса саламыз, сонда -98 болады. -98, яғни жауабы бізде С. Келесі 12-ші есепке ауысайық. Төменде суретте екі көршілес төбелердің ара қашықтығы 1 см құрайды дейді. Екі көршілес төбелердің ара қашықтығы, яғни екі нүктенің ара қашықтығы. Боялған бөліктің ауданы неше сантиметрге тең дейді. Так, егер де біз мынау фигураны былай нүктелерді қосатын болсақ, яғни тік төртбұрышқа дейін толықтыратын болсақ, так, былай толықтырайық, мынаны былай сызайық, мынаны былай сызайық. Так, и мына жерлерін былай сызатын болсақ, онда біз не көріп тұрмыз? Біз үшбұрыш көріп тұрмыз, мынау үшбұрышты көріп тұрмыз. Мына екінші үшбұрыш. Так, мынау трапеция, мынау тік төртбұрыш, Так, бірінші үстіндегі үлкен үшбұрышты қарайық, мынау үшбұрышты. Бұның 1, 2, 3, 4, 5. Бір қабырғасы 5-ге тең, тік бұрышты үшбұрыш. Бір катеті, екінші катеті 1-ге тең. Так, сонда бұның ауданы неге тең болады? 5 көбейтілген 1 бөлінген 2. Үшбұрыштың ауданы формуласы бойынша. Келесі, мынау тік төртбұрыш өлшемдері 3-1, қабырғалардың ұзындықтары 3-1, яғни 3 көбейтілген 1 болады. Келесі, мынау трапецияны қарайтын болсақ, бір табаны 2-ге тең, бір табаны 1-ге тең. Биіктігі 1-ге тең болып тұр, яғни мынау биіктігі 1-ге тең. Мынау екінші трапеция тура сондай. Яғни мен мынау екі трапецияны көрсетіп тұрмын. Мынау бірінші трапеция, мынау екінші трапеция. Так, трапецияның ауданының формуласынан салып 2-ге көбейте саламыз. 2 көбейтілген трапецияның ауданы дегеніміз не? Ол табандарының қосындысы, яғни 1 бөлінген 2 көбейтілген биіктік бөлінген 2. Және бізде мынау ең соңғы кішкентай үшбұрыш қалып тұр, тік бұрышты үшбұрыш, қабырғалар 1-ге тең, тең бүйірлі тік бұрышты үшбұрыш. Яғни катеттері 1-ге тең, ол бізде 1 көбейту 1 бөлінген 2 болады. Так, сонымен бізде не шығады? 2,5 шықты, 5-ті 2-ге бөлсек, мына жерде 3 болады. Мына жерде 2 мен 2 қысқартып жіберсек, сонда қосылған 2 болады. Және 2-ден 1, 0,5. Сонда бізде ауданы қаншаға тең болды? Мынау 5-ге тең. 5-ге тең. Так, мынау бізде 3-ге тең. Ауданы 8 ба? Жоқ, ауданы 8 емес, ауданы 9 болу керек. Так. Мына жерде бізде 3 болады екен, трапециялардың ауданы мына жерде қателесіп кеттім.
Так, мына жерде аудан 3-ке тең. Мына жақшаның іші бізде 3-ке тең. 3-ті 1-ге бөлеміз, 3 болады. Сонда мынақта 3-ке тең. Сонда 9-ға тең. Ауданы 9-ға тең. Жауабы Д. Так, келесі есепке ауысайық. 13-ші есеп. Суретте әр шаршы 10 бүтін санмен толтырылған дейді, және екінші суреттегідей фигуралардың әрқайсысында орналасқан сандардың қосындысы 3-ке қалдықсыз бөлінеді. Так, мына жерде кішкене көрінбей тұр. Міне осындай фигура түріндегі, яғни 5 клетканың ішіндегі сандардың қосындысы 3-ке бөлінеді. Яғни бізде онда екеуі бар. Міне біріншісі, яғни осының ішіндегі сандардың қосындысы 5-ке бөлінеді. Және екіншісі. Так, екіншісін сары түспен көрсетіп қояйын. Міне ол мынау. Мынаның ішіндегі сандардың қосындысы бізде 5-ке бөлінеді, 3-ке бөлінеді деп тұр. Так, бірінші осындай фигураның ішіндегі сандарды жазып шығайық, яғни Б қосылған Д, қосылған Е, қосылған С және ортасында 3 бар. Міне осы қосынды бізде 3-ке бөлінеді. Екіншісі бізде 1 қосылған 2 қосылған 4 қосылған 5 және ортасында А деген әріп бар. Бұл да 3-ке бөлінеді деп тұр қосындысы. Бізге не табу керек? А қосылған Б қосылған С қосылған Д қосылған Е осы өрнектің ең кіші мәні неге тең? Яғни бізге бірінші А-ның ең кіші мәнін табу керек. Және Б қосу Д қосу Е қосу С осы 4 санның ең кіші мәнін табу керек. Так, бұл 10 бүтін санмен толтырылған дейді, яғни натурал сандармен толтырылған, натурал сандармен толтырылған. Так, сонымен бізде 1 қосу 2 қосу 4 қосу 5 неге тең? Бұл бізде 12-ге тең, 12-ге тең. Сонда 12 қосылған А бөлінген 3. Сонда А-ның ең кіші мәні ол 3-ке тең. Яғни келесі сан 15, яғни 12 қосылған 15, қосылған 3, яғни 15 3-ке бөлінеді. А-ның ең кіші мәні 3-ке тең. Так, мынау сан бізде 3-ке бөлінеді. Бұл жерде Б, Д, С, Е деген сандар ең кіші мәндері 1-ге тең болу керек, яғни натурал сан болу керек. Яғни бұлардың барлығы үлкен немесе тең 1. Яғни қосындысы 4-тен үлкен немесе тең, және оларға 3 деген сан қосылып тұр. Демек, 3-ке қай санды қосқан кезде ол 3-ке бөлінеді. Ал мыналардың қосындысы 4-тен үлкен. 4-тен үлкен. Онда 3-ке 6-ны қосуымыз керек. Келесі сан ол 9 3-ке бөлінетін. Сонда мынау 3 санның қосындысы бізде 6-ға тең болу керек. А дегеніміз 3 болады. Сонда А қосу Б қосу С қосу Д қосу Е ол бізде 9 болады. Сонда 3 қосылған 6 тең 9. Яғни ең кіші мәні 9-ға тең, жауабы бізде Д болады. Келесі 14-ші есеп. Оң таңбалы А 2019-2020 Б деген оң таңбалы сан берілген. Так, А 2019-2020 Б деген осындай оң таңбалы сан берілген. Осы сан 9-ға қалдықсыз бөлінеді дейді. Мұндағы А, Б цифрлар. А және Б ол бір таңбалы цифрлар, яғни сандар. Санды 9-ға қалдықсыз бөлгенде бөлінді мәніндегі 10 мыңдық разряд цифры 0-ге тең болса, А минус Б айырмасының нешеге тең дейді. Так, санды 9-ға бөлгенде, мысалы санды 9-ға бөлдік, яғни 9 көбейтілген қандай да бір сан шығады бізде, Осының 10 мыңдық разряды дейді. Яғни, мысалы соңғы 4 цифры А, Б, С, Д болса, соңынан санағында 5-ші цифр бізде 0 болу керек. Және бұның алдында тағы да бір цифрлар бар. Сонда осылай шығу керек. Түсінікті, яғни соңынан санағанда бізде 5-ші цифр 0 болу керек. 10 мыңыншы разряд деген осы. Так, енді бұл есепті шығару үшін мен сіздерге бір мысал көрсетіп кетейін. Бір мысал дайындап қойдым, соны көрсету үшін. Мысалы 135.675 деген санды 9-ға бөлгенде осындай сан шығады. 15.075 деген сан шығады. Сонда бұл жерде қай разряд 0-ге тең болып тұр? Жүздік разряд 0-ге тең болып тұр, жүздік разряд 0-ге тең. Яғни, мынау шыққан санды біз қалай жаза аламыз? 15.000 жүздік разряд, яғни артында 3 0 қалады, қосылған 75 болады сонда. Егер мен мына 15 деген санды x деп алсам, онда бізде x көбейтілген 1000 болады, қосылған 75 деген сөз. Түсінікті, Тура сол әдісті қолданатын болсақ, егер мен мына жерде қандай да бір x деген сан тұрса, ол білмеймін, 4 таңбалы немесе 5 таңбалы болуы мүмкін. Онда біз берілген санды былай деп жаза аламыз. 9 көбейту x көбейтілген, мына жерде 5 таңба, онда
Так, 5 0 болады. 10 мыңдық болса 1 2 3 4 5 0 дұрыс. Жоқ, 10 мыңдық болса 4 0. 10 мыңдық. И қосылған артында мынау 4 таңбалы сан бар. ABCD деген. ABCD. Бұлай деп жазып қойсақ болады. Яғни бұл не деген сөз? Егер мен жақшаны ашатын болсам, яғни 9-ға көбейтіп жіберетін болсам, онда 9 көбейтілген x көбейтілген. Так, мына 10 мыңды 10-ның жоқ, 10 мыңдық разряд болса, онда біз 100 мыңға көбейтеміз сияқты. 100 мыңға, иә. 10-ның 5 дәрежесі болады сонда. Көбейтілген 9 көбейтілген ABCD болады сонда. Дұрыс қой, мына 100-дік разряд біз мыңға көбейттік, яғни 10-ның 3 дәрежесіне. Соңынан санағанда нешінші орында тұрса, сонша дәрежеге көбейтеміз деген сөз. Так, ал берілген есепте берілген санды, осы санды қалай деп жазсақ болады? Яғни қараңыздар, А 2019 2020 Б. Біз осы санды қалай жаза аламыз? Біз бұл санды келесі түрде жаза аламыз. Яғни А 2019 деген сан, яғни ар жағында 5 0 бар. Яғни көбейтілген 10-ның 5 дәрежесі қосылған 2020 Б. Сонда біз бұдан қандай қорытындыға келеміз? Яғни мынау бөлігі ол мынау бөлікке тең деген сөз. Түсінікті, иә? Ал мынау бөлігі 2020 Б деген 5 таңбалы сан. Ол мынау санға тең деген сөз. Ал мынау екі сандардың әр қайсысы бізде 9-ға көбейтіліп тұрғандықтан, онда мынау сан 9-ға бөлінеді деген сөз. Және мынау сан да 9-ға бөлінеді деген сөз. Демек, А қосылған 2 қосылған 0 қосылған 1 қосылған 9, бұл сан 9-ға бөлінеді деген сөз. Так, 2-ге 1-ді, оған 9-ды қоссақ не шығады сонда? А қосылған 12 болады. А қосылған 12 болады, бұл 9-ға бөлінеді. А-ның сонда бұл жерде жалғыз мүмкін мәні 6-ға тең. Яғни 6 қосу 12, 18, яғни ол 9-ға бөлінеді деген сөз. Тура сол сияқты 2020 Б, осы 5 таңбалы сан, бұл да 9-ға бөлінеді. Яғни цифрлардың қосындысы 4-ке тең, яғни Б бізде 5-ке тең болу керек. Сонда 4 қосу 5, 9, 9-ға бөлінеді цифрлардың қосындысы. Осы жерден Б 5 болса, А 6 болса, онда олардың айырмасы, міне А азайту Б, айырмасы 6 азайту 5 тең 1. Сонда ең кіші мәні бұл айырмасы бізде 1-ге тең деген сөз. Так, осындай есеп. Келесі 15-ші есепке ауысайық. Так, 21 бөлінген 2 плюс х. 21 бөлінген 2 плюс х өрнегінің бүтін сан болатында х-тің қанша бүтін мәні бар дейді. Так, яғни мынау бөлшек, берілген бөлшек бүтін сан болу үшін, бұл не деген сөз? Онда 21 бізде 2 қосылған х-қа бөліну керек деген сөз. 2 қосылған х-қа бөліну қажет. Ал 21 қандай сандарға бөлінеді? Так, бүтін сандар деп тұр, яғни терісте болады. 21 бізде плюс-минус 1-ге бөлінеді, плюс-минус 3-ге бөлінеді, плюс-минус 7-ге бөлінеді, және плюс-минус 21-ге бөлінеді. Яғни 8 мәні бар, иә? 8 мәні бар. Так, 2х бізде 0-ге тең емес, х бізде минус 2-ге тең бола алмайды. Енді минус 2 деген сан бұл жерде жоқ, яғни көріп отқанымыздай 8 мәні бар деген сөз. Так, 8 мәні бар, сонда жауабы бізде Е болады бұл жерде. Так, келесі. А модулі 3-ге тең, Б 5-ге тең, С 7-ге тең, Д 11-ге тең екені белгілі болса модульдері, онда АБ, АЦ, АД, БЦ, БД, СД сандары қосындысы, яғни осы өрнектің ең кіші мәні неге тең деп тұр. Так, сонымен АБ қосылған АЦ, қосылған АД, қосылған БЦ, қосылған БД, қосылған СД. Так, бізде әр түрлі 4 сан. Солардың 2-2-ден жұптан алған кезде 6 қосылғыш. Ол үшін, бұл есепті шығару үшін, мына формуланы еске түсірейік. 4 санның қосындысының квадраты бізде неге тең? А қосылған Б, қосылған Д, С қосылған Д. Осының квадраты неге тең? Бұның квадраты А квадрат, қосу Б квадрат, қосу С квадрат, қосылған Д квадрат,
және екі еселенген жұп-жұппен көбейтінділері. Солардың қосындысы, яғни 2AB, 2AC, 2AD, 2BC, 2BD және 2CD. Яғни көріп отқанымыздай, егер мен мына жерде жақшаның сыртына 2-ні шығарып жіберуге болады, мына жерде, мына қосындыда. Сонда 2-ні жақшаның сыртына шығарып жіберсек, бізде мынандай нәрсе шығады. AB, AC, так, AD, BC, BD, CD. Так. Бұл неге тең болады бізде? Бұл тең болады. Сонда осы 4 санның квадраттарының қосындысынан, осы сандардың қосындысының квадратынан сол сандардың квадраттарын азайтамыз деген сөз. Яғни А квадрат, Б квадрат, С квадрат, Д квадратты азайтамыз. Яғни бізде мынаны табу үшін, бізде мына өрнекті 2-ге бөліп жіберуіміз керек сонда. Так, мен бұны қайттан жазбай қойайын. S деп белгілеп қойайын осыны. S. Сонда S бізде неге тең? Ол А қосу Б қосу С қосу Д-ның квадраты азайтылған сол сандардың квадраттары. А квадрат, Б квадрат, азайту С квадрат, азайту Д квадрат бөлінген 2. Так, бұл сандардың мәндері бізде берілген ғой. Яғни міне жоғарыда 3, 5, 7, 11 деген. Яғни олардың қосындысын жазатын болсақ, олардың қосындысы бізде неге тең? Жоқ, бізде модуль берілген, Бізде модуль берілген. Так, бұлай істейік. Мынаны солай деп жазып қояйық, себебі бұл плюс-минус екен, бізге қайсы екен әзірше белгісіз. Азайтылған солардың квадраттары. А квадрат сонда бізде 9, Б квадрат 25, С квадрат бізде 49, және Д квадрат ол 121. Ол бізде 121, осының барлығын біз 2-ге бөлеміз. Осының барлығын 2-ге бөлеміз. Осыдан қандай қорытынды шығады? Так, 9, 25, 49, 121. Бұл сандардың қосындысы бізде 204-ке тең. 204. Так, 204 болса, онда бізде А қосу Б қосу С қосу Д квадрат азайтылған 204 бөлінген 2 шығады. Енді мына нәрсеге назар аударайық. S деген қандай сан? S деген бізде бүтін сан болу керек, 204 бізде жұп сан. Мына 204 жұп сан. Онда осы 4 санның қосындысы да жұп болу керек. Себебі біз оны 2-ге бөлген кезде айырмасын бізде бүтін сан шығып тұр. Яғни айырмасын 2-ге бөлген кезде бүтін сан. Ең кіші жұп сан қандай? Ең кіші жұп сан ол 2. Яғни 2, егер А, Б, С, Д барлығы бізде 2-ге тең болса, онда 2-ның квадраты азайту 204 бөлінген 2. Осы нұсқаны қарастыру керек болады. 4 азайту 204 бөлінген 2. Яғни минус 200 2-ге бөлеміз, сонда минус 100 шығады. Яғни мынау өрнектің ең кіші мәні минус 100 бола алады ма? Так, ол үшін А қосу Б қосу С қосу Д. Так, мына жерге жазайын, жоғарыға А қосу Б қосу С қосу Д бізде 2-ге тең болу керек. Ол 2-ге тең бола алады, егер біз А-ның орнына 3-ті алсақ, Б-ның орнына егер минус 5-ті алсақ, С-ның орнына егер минус 7-ні алсақ, және Д-ның орнына 11-ді алсақ. Себеп бізде модульдер ғана берілген, таңбаларын нақты біз өзіміз қазір солай таңдап алып отырмыз. Сонда бұл есептің жауабы бізде минус 100 ол Д болады. Сонда Д жауабы. Так, келесі 17-ші есеп. АБЦД тік төрт бұрышында дейді. Так, АБ түбірасты 3 см және БЦ 3 см дейді. Так, онда былай деп жазып қояйық. АБ бізде түбірасты 3, БЦ бізде 3-ке тең. АБЦД тік төрт бұрышының сыртынан СД қабырғасынан СДЕ 30 градус дейді. СДЕ ол мынау бұрыш, мына осы бұрыш бізде 30 градус болатындай тік бұрышты 3 бұрыш тұрғызылған дейді. Мына сыртына СДЕ деген тік бұрышты 3 бұрыш тұрғызылған. Б нүктесі К нүктесіне атысыға қарағанда симметриялы. Яғни мынау К нүктесі, мынау Б
нүктесіне төбесіне мынау АС қабырғасы бойынша, яғни АС диагоналі бойынша симметриялы. Түсінікті, иә? Яғни мынау К мен Б мынау АС-ға қатысты симметриялы. Сыртына CDE үшбұрышы, тікбұрышты үшбұрыш сызылған. Бұл жерде мынау бұрыш, Д бұрышы бізде 30 градус. Так, боялған фигураның ауданы қанша сантиметр дейді. Қанша сантиметр квадрат. Мынау боялған фигураның ауданын табу керек. Так, сонымен бұл есепті шығару үшін тригонометриядан аздап мағлұмат керек бізге. Так, қараңыздар. Тангенс 60 градус ол неге тең? Тангенс 60 градус ол түбірасты үшке тең, иә? Түбірасты үш. Яғни түбірасты үш дегеніміз ол түбірасты үш дегеніміз ол 3 бөлінген түбірасты үш деген сөз. 3 бөлінген түбірасты үш. Бұл 60 градус. Яғни мынау бұрыш бізде 60 градусқа тең. Себебі қараңыздар, АБЦ үш бұрышын қарастыратын болсақ, онда осы үш бұрыштың ішінде А бұрышының тангенсі ол қарсы жатқан катеттің тангенсі, қарсы жатқан катет, яғни БЦ-ның іргелес жатқан катетке қатынасы, АБ-ға қатынасы, яғни 3-тің түбірасты үшке қатынасы деген сөз. 3-тің түбірасты үшке қатынасы ол түбірасты үшке тең. Осыдан А бұрышын бірден табамыз. Бұдан БЦА бұрышын табамыз, бұл бізде 30 градус. Так, енді қараңыздар, Б және К бұлар АС-ға қатысты симметриялы болғандықтан, онда мынау бұрыш АСК бұрышы, ол да 30 градусқа тең. Онда мынау бұрыш, ол да 30 градус. Так, егер бұл бұрыш 30 градус болса, онда мынау бұрыш, ол да 30 градус. Себебі С бұрышы тік бұрыш 90 градус. Онда бұл бұрыш 30 градус. Бұдан қандай қорытынды шығады? Бұдан шығатын қорытынды КЦ бізде ДЕ-ге параллель. Яғни бұрыш КЦД тең болып тұр бізде бұрыш CDE-ге. Екеуі де 30 градусқа тең болып тұр, яғни бұлар айқыш бұрыштар, айқыш бұрыштар, демек осыдан KCDE параллель болады. Бұдан шығатын қорытынды қандай? Бұдан шығатын қорытынды осы жерден CDE үш бұрышын қарастырайық. CDE үш бұрышын ауданы. Так, мен бұлай деп бірінші көрсетіп алайын. Мынау CDE үш бұрышы, тік бұрышты үш бұрыш. Бұның ауданы неге тең? Бұның ауданы DE, мынау DE, көбейтілген биіктік. Көбейтілген биіктік. Яғни егер мен С төбесінен биіктік түсірсем, мысалы CH деп қойсам, онда CDE үш бұрышының ауданы бізде тең болады DE көбейтілген биіктік CH бөлінген 2. Енді боялған фигураның ауданын есептейік. KDE. KDE фигурасының ауданын есептейік. Оның ауданы DE, оның ауданы табанын DE деп алсақ, онда биіктігі CH болады. Онда биіктігі CH, себебі KC мен DE бізде параллель. Түсінікті, иә? KC мен DE параллель. Бұдан шығатын қорытынды KDE үш бұрышының ауданы CDE үш бұрышының ауданына тең. Енді CE бізде неге тең? Соны анықтап алайық. Қараңыздар, АБ үш бұрыштың, тік төртбұрыштың қарама-қарсы қабырғалары тең. АБ мен CD бізде тең. Олар түбірасты үшке тең. Бұрыш CDE ол 30 градус. CDE бізде 30 градусқа тең. Демек, CE бізде неге тең болып тұр? CE, мынау CE қабырғасы. CE қабырғасы неге тең? Ол, так, былай деп жазайық, 30 градус CDE бұрышының тангенсін есептейік. Так, тангенс CDE бұрышы. CDE бұрышы. Ол мынау бұрыш. Мен көрсетіп қояйын. Мынау бұрыш 30 градус. Осы бұрыш. Бұл бұрыштың тангенсі неге тең? Қарама-қарсы катет, яғни CE-нің іргелес катетке қатынасы, яғни DC-ға қатынасы. DC бізде бірге тең, CE-ні X деп алатын болсақ, егер мынаны X деп алатын болсақ, онда ол X-тің түбірасты үшке қатынасына тең. Бұл 30 градус. Ал 30 градуста бізде тангенс нешеге тең? 1 бөлінген түбірасты үшке тең. Бұдан шығатын қорытынды X бізде 1-ге тең. Яғни CE қабырғасы бізде 1-ге тең болып тұр. CE қабырғасы 1-ге тең болып тұр.
осыдан так мынау жоғарғы оң жақтағы бұрышқа жазам. SCDE үшбұрышының ауданын есептей саламыз. Бұл бізде тік бұрышты үшбұрыш болғандықтан бір катеті міне 1-ге тең болып тұр, екінші катеті түбірасты 3-ге тең болып тұр. Яғни мынау катет бізде түбірасты 3. Яғни түбірасты 3 көбейтілген 1 бөлінген 2. Демек түбірасты 3 бөлінген 2. Так, бұл бізде Б жауабы болып тұр, иә? Бұл бізде жауабы Б. Келесі 18-ші есеп. X түбірасты 19 азайту 8 түбірасты 3 екені белгілі болса, төмендегі теңдіктердің қайсысы тура теңдік болады дейді. Так, X бізде түбірасты 19, X бізде түбірастында 19 азайтылған 8 түбірастында 3. Так, егер біз бұл өрнекті түрлендіретін болсақ, бұл не деген сөз? 19 азайту 8-ді, мысалы 2 көбейту 4 түбірасты 3 деп жазатын болсақ, онда 19 дегеніміз бізде 16 қосылған 3. Яғни бұл толық квадрат. Яғни 16 дегеніміз 4-тің квадраты, азайту 2 көбейту 4 көбейту түбірасты 3 қосылған 3 дегеніміз түбірасты 3-тің квадраты деген сөз. Яғни 4-тің квадраты қосу түбірасты 3-тің квадраты ол 19. Демек бұл бізде түбірастында 4 азайту түбірасты 3 деген сөз. Осының квадраты деген сөз. Яғни X бізде 4 азайту түбірасты 3-ге тең. Так, сонымен X бізде 4 азайтылған түбірасты 3, X квадрат дегеніміз, ол түбірасты, так, квадраттап жіберсек, онда түбір кетіп қалады, мына жерде X-ті квадраттасақ, онда мынау түбір кетіп қалады. Сонда X квадрат бізде 19 азайту 8 түбірасты 3. Болды, біз X-ті және X квадратты ықшамдап алдық, өрнектеп. Енді берілген мынау мәндерді просто тексеріп шыға саламыз. Так, біріншісі, X квадрат асын тексеріп көрейік. X квадрат тең 11. X квадрат 11-ге тең болмайды, себебі X-тің квадраты 4 азайту түбірасты 3. Так, оның квадраты бізге белгілі. Бірден жаза саламыз. X квадрат деген 19 азайту 8 түбірасты 3. Бұл әрине 11-ге тең емес. Бұл 11-ге тең емес. Келесі Б. X квадрат қосылған 8x-ті есептейміз. Ол 13-ке тең бола ма, болмай ма? X квадрат дегеніміз 19 азайту 8 түбірасты 3. 8x дегеніміз 8 көбейту, x дегеніміз ол 4 азайту түбірасты 3 деген сөз. Егер бұны ықшамдайтын болсақ, 8-ге 4 32, 8-ге 4 32, 32-ге 19-ды қосамыз, қанша шығады? 32-ге 19, 50, 61 болады осында. Так, 61 болады. 61 азайту 8-ге түбірасты 3-ті көбейтсек, минус 8 түбірасты 3, минус 16 түбірасты 3. Минус 16 түбірасты 3. Бұл бізде 13-ке тең емес. Келесі С вариантын есептейік. X азайтылған 8x. X квадрат азайту 8x. X квадрат дегеніміз 19 азайту 8 түбірасында 3. Азайтылған 8 көбейтілген 4 азайту түбірасында 3. Так, егер жақшаны ашатын болсақ, 19 азайту 8 түбірасты 3, азайту 32 плюс 8 түбірасты 3. Так, 8 түбірасты 3 минус 8 түбірасты 3 жойылады. 19-дан минус 32-ні азайтсақ, бізде минус 13 болады. Минус 13, яғни бұл вариант бізде келіп тұр. Яғни бізде жауабы С. Тура осылай Д мен Е-ні тексеріп көруге болады, бірақ олар орындалмайды. Мен қазір оның барлығын тексермей қойын, бізде С нұсқасы шығып тұр, яғни минус 13-ке тең болып тұр. Так, келесі 19-ші есеп. Миккеде үлкен тор қағаз бар. Қағаздағы әр кішкентай шаршының қабырғасы 1 сантиметрге тең дейді ұзындығы. Ол центрі шаршының бір төбесімен сәйкес келетін радиусы 6 сантиметр болатын шеңберсізді. Шеңбердің ішінде қанша кішкентай бүтін шаршы бар. Так, егер циркуль мен мұқият радиусы 6-ға тең болатын, яғни центрі осы нүктелердің төбесі болатын, тор көзінің төбесі болатын, радиусы 6-ға тең болатын шеңбер сызсақ, онда біз көріп отырғанымыздай міне бүтін шаршыларды, осы шеңбердің ішінде орналасқан бүтін шаршыларды есептейтін болсақ, олардың саны бізде 22-ге тең. Демек, мына жерде 22 шаршы болса, онда қалған секторларда, қалған ширектерде 22-ден болады. Әрқайсында сонда барлығы бізде 88 шаршы болады. Жауабы 88. Бұл жерде ешқандай қиындық жоқ. Тек қана мұқият дұрыс сызып санап шығу қажет, сол жеткілікті.
келесі 20-ші есепті қарайық. Так, 20-ші есеп 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 сандар тізбегі қандай да бір ретпен орналасуын A, B, C, D, E, F, G, H, I, J сандары арқылы белгілейік. Яғни әріптер арқылы белгілеп шықтық. Мұнда әр әріп бір ғана санды өрнектейді. 10 бөлшектің ішінен A бөлу B, B бөлу C, C бөлу D, осылайынан 10 бөлшектің ішінде ең көп дегенде неше бөлшекті бүтін мәнге келтіруге болады дейді. Неше бөлшекті бүтін мәнге келтіруге болады. Так, бұл жерде мына нәрсені байқау керек. Егер бізде x бөлінген y бөлшек берілсе, онда егер y 6-дан үлкен немесе тең болса, онда ол бөлшек бүтін болмайды. Онда x, y бүтін емес. Түсінікті, я? Егер 5-тен үлкен болса, яғни 6-тан үлкен немесе тең болса. Себебі, мысалы, мына жерде 6 тұрса, 6 немесе 7 бөлшектің бөлімінде. Онда үстіне қандай сан жазсақ та, бізде бөлшек бүтін болмайды. Себебі ол 6-ға, 7-ге, 8-ге бөлінетін сандар жоқ мына жерде. 1 мен 10-ның арасында 6-ға, 7-ге, 8-ге, 9-ға, 10-ға бөлінетін сандар жоқ. Демек, y 6-дан үлкен немесе тең болған жағдайда. Ал y сонда 6-дан кіші, яғни 5, 1 мен 5-ның арасында қанша сан бар? 5 сан бар. Демек, бізде ең көбі 5 бөлшек құрастыруға болады деген сөз. Ең көбі 5 бөлшек. Ең көбі 5 бөлшек, ол мынандай мысал келтіруге болады оған. Мысалы, 8 бөлінген 4. Мысалы, 8-ді A деп алсақ, B-ны B деп алсақ. Бұл бүтін сан, 2. Енді B бөлінген C. Егер B мына жерде 4 болып тұр ғой, 4, C онда 2 болсын. Бұл да бүтін сан 2. Яғни C бізде 2-ге тең. Енді C бөлінген D, арғарай келесі, ол 2 бөлінген 1. Ол 2, ол да бүтін сан. Яғни D бізде 1-ге тең. 3 бөлшек алдығы бүтін сан болатын. Сонымен қатар 6 бөлінген 3-ті алуға болады. Мысалы 6-ны E деп алсақ, 3-ті F деп алсақ. Бұл да бүтін сан шығады. Және 10 бөлінген 5-ті алуға болады. Яғни бұл да бүтін сан. Қандай да бір әріппен белгілей салуға болады. 10-ды мысалы J десек, 5-ті H десек. Яғни 5 бөлшек. Жауабы 5 бөлшек, ал 5-тен неге үлкен боламайтын мен түсіндірдім. Яғни бөлшектің бөлімінде 6 немесе 6-тан үлкен сандар тұрса. Так, сонымен 21-25 сұрақтар, бұлар 6 балдық есептер екен. Көрейік қандай есептер екен. О шеңберінің бойынан суретте көрсетілгендей ABC нүктелері алынған. Так, AB бізде 10-ға тең дейді. AB кесіндісі 10-ға тең. A бұрышы, ACB бұрышы 30 градус дейді. Так, ACB шеңберге іштей сызылған бұрыш 30 градус. О дөңгелегінің ауданы нешеге тең? Яғни, так, дөңгелектің ауданын табу керек бізге. Сонымен, егер біз А мен О-ны қосатын болсақ, центр Б мен О-ны қосатын болсақ, онда АОБ бұрышы бізде 60 градус болады. Себебі центрлік бұрыш ол сол доғаға тірелген іштей сызылған бұрыштан 2 есе көп. Олай болса, АО бізде не ол? АО, ОА, ОБ олар тең. Олар радиус бізде. Шеңбердің радиусы. Так, мынау 60 градус болғандықтан, яғни бұл тең бүйірлі үшбұрыш, онда мынау бұрыштар да 60 градус. Демек, бізде ОАБ деген тең қабырғалы үшбұрыш. ОАБ тең қабырғалы үшбұрыш болса, онда радиус бізде ол да 10-ға тең. Яғни, мынау үшбұрыштың барлық қабырғалары 10-ға тең. Так, болды. Үшбұрыштың ауданының формуласы бізде, дөңгелектің ауданының формуласы πr квадрат, яғни π көбейтілген 10-ның квадраты, яғни 100 π. Так, бұл есеп бізде шықты. Келесі 22-ші есеп. ABCD жай сандары. Сандар өзара тең болуы мүмкін дейді. Келесі өрнекті қанағаттандырады. A плюс 1 тең көбейту A квадрат қосу B квадрат қосу C квадрат қосу D квадрат тең 1149. ABCD сандарының көбейтіндісін табу керек. Так, ABCD бізде жай сандар. ABCD бізде жай сандар. Олай болса, так, 1149-ды жіктесек, 1149 дегеніміз ол қандай сан? Бұл 3 көбейтілген 383, 3 көбейту 383. Так,
1149 бізде тақ сан ғой, бізде тақ сан. Онда тақ сан ол тек қана тақ сандардың көбейтіндісіне ғана тең болады, яғни тақ сан болады екінші жақша, бірінші жақша ол да тақ сан. Демек а плюс 1 бізде тақ сан. Бұдан шығатын қорытынды бізде а онда жұп сан. А жұп сан. Бірақ біз білетіндікте а ол жай сан. Және ол жұп сан. Демек а 2-ке тең. Себебі 2 ол жай сан болатын, жалғыз ғана жұп сан. Сонымен аны біз таптық. Сонда а плюс 1 бірінші жақша бізде 3-ке тең болып тұр. Онда а квадрат қосылған б квадрат қосылған с квадрат қосылған д квадрат ол бізде 383-ке тең. 383. Так, жақсы. Енді 383-ке тең болса, а квадрат бізде 2-ке тең болса, яғни а квадрат 4-ке тең. Бұдан шығатын қорытынды b квадрат қосылған с квадрат қосылған d квадрат ол бізде 383 азайтылған 4, 379-ға тең. 379. Енді бұл жерде b, c, d жай сандар екенін көріп тұрмыз, біліп тұрмыз. Онда олардың квадраттардың қосындысы 379 болса, так, 379 қандай сан бізде? 3-ке 7 қоссақ 10, 10-ға 9 қоссақ 19. 19 3-ке бөлгенде 1 қалдық береді, яғни 379 ол 1-ге тең, модуль 3 бойынша, яғни 3-ке бөлгенде 1 қалдық береді. Ал бізде b, c, d жай сандар болғандықтар, жай санның квадраты, мысалы p жай сан болса, онда оның квадраты 3-ке бөлгенде не 0 қалдық береді, не 1 қалдық береді. Модуль 3 бойынша. Яғни кез келген жай санды квадраттасақ, ол не 3-ке бөлінеді, яғни ол егер 3-ке тең болса өзі, немесе 1 қалдық береді. Бізде қалдықтардың қосындысы 1-ге тең болып тұр. Қалдықтардың қосындысы 1-ге тең. Ол қандай жағдайда мүмкін болуы мүмкін? Егер 2 сан бізде 3-ке бөлінсе. Егер екеуі 3-ке бөлінсе, үшіншісі бөлінбесе, онда оның қалдығы 1. Басқа вариант бұяқта мүмкін емес. Мысалы, егер үшеуі де 3-ке бөлінбесе, онда қалдықтардың қосындысы 0 болар еді. Егер b да, c да, d да квадраттары егер үшеуі де 3-ке бөлінсе, онда олардың барлығы 3-ке тең болса, онда олардың қалдықтардың қосындысы 3-ке тең болар еді. Ал 3 дегеніміз ол 0 деген сөз қалдығы. Егер біреуі ғана бөлінсе, онда қалдығы 2 болар еді. Демек бізде 2 сан 3-ке бөлінеді. Мысалы, b бізде 3-ке бөлінеді, және c бізде 3-ке бөлінеді. Бұдан шығатын қорытынды b мен c олар жай сандар болғандықтан, онда b да 3-ке тең, және c да 3-ке тең. Есептің шарты бойынша сандар өзара тең болуы мүмкін. Сондықтан d-ны табатын болсақ, d квадрат дегеніміз сол 379 азайтылған b-ның квадраты, яғни 9, азайтылған c-ның квадраты, яғни 9. Яғни 318-ді азайтамыз, 361, демек d бізде 19-ға тең. d бізде 19-ға тең, сонымен біз барлық сандарды анықтадық. Яғни a дегеніміз 2, b дегеніміз 3, c 3, d дегеніміз 19. Яғни бұл сандардың көбейтіндісі бізде 342 тең. Есептің жауабы 342. Так, келесі. 23-ші есеп. Қосындысы 2020 санының бөлгіштері болатындай 1, 2, 3, 4, 100-ге дейін, осы 100-ге дейінгі сандар, осы жиыннан 2 әртүрлі санды неше әдіспен таңдап алуға болады дейді. Яғни, есептің шарты қалай? Бізде 1, 2, 3 осылайынан кете береді, 100-ге дейінгі сандар берілген. Осы сандардың ішінен 2 сан таңдап аламыз. Мысалы, а және б деген сандар таңдап аламыз. Және а деген б сандар 2020 деген санның бөлгіштері болу керек. 2020 деген санның бөлгіштері болу керек. Так, 2020-ның бөлгіштері қандай? 2020 дегеніміз не ол? 2020 дегеніміз 4 көбейтілген 5 көбейтілген 101 деген сөз. Немесе 4 дегеніміз ол 2-ның квадраты көбейту 5 көбейту 101. Так, қосындысы осы 2020-ның бөлгіші болатындай. Яғни, так, мен мұнаны өшіріп тастайыншы. Былай деп жазайық. Яғни, a плюс b деген санды таңдап аламыз. a мен b. Онда олардың қосындысы 2020-ның бөлгіші болу керек. Яғни, 2020 осы a плюс b-ға бөліну қажет. Түсінікті, Так, біз 2 санды таңдап алсақ, a плюс b деген a және b деген сан. Онда олардың қосындысы ең үлкен, ең кіші мәні қандай болуы мүмкін?
біз ең кіші мәні ол 1 мен 2-ні таңдасақ, яғни 3-ке тең болуы мүмкін. Ең үлкен мәні ол 99 бен 100, яғни 199 болуы мүмкін. Ең үлкен мәні. Яғни осы аралықта өзгереді. Осы аралықта 2020-ның бөлгіштері болу керек. Так, сонымен 2020-ның бөлгіштерін қарастыратын болсақ, ол 2 бола алмайды. Себебі көріп тұрғанымыздай ол 3-тен үлкен болу керек, Онда А плюс Б 4-ке тең болуы мүмкін. А плюс Б 5-ке тең болуы мүмкін. А плюс Б ол 2 көбейту 5, яғни 10-ға тең болуы мүмкін. Сонымен қатар А плюс Б 20-ға тең болуы мүмкін. 4 көбейту 5, және А плюс Б 101-ге тең болуы мүмкін, 101-ге 2-ні көбейтсек 202 болып кетеді, ол асып кетеді 199-дан. Сондықтан бізде барлық мүмкін нұсқалар осы. Так, қосындысы 4-ке тең болатын қандай сандарды таңдап алуға болады? 1 мен 3-ті таңдап алуға болады. Яғни бұл жерде бір-ақ нұсқа бар. Қосындысы 5-ке тең болатындай 1 мен 4-ті таңдауға болады, және 2 мен 3-ті таңдауға болады. Бұл жерде 2 нұсқа бар. Қосындысы 10 болатындай 1 мен 9-ды таңдауға болады, 2 мен 8-ді таңдауға болады. Так, бәрін жазып шығайға 3 пен 7-ні таңдауға болады, 4 пен 6-ны таңдауға болады. 5 пен 5-ті таңдай алмаймыз, себебі олар әртүрлі болу керек. Так, сонда бұл жерде бізде 4 нұсқа. Қосындысы 20-ға тең болатын сандарды қалай таңдаймыз? 1 19-дан бастаймыз, 2 мен 18, 3 пен 17, осылайынан кете береді. Так, ең соңында не болады бізде? 7 мен 13, 8 мен 12, 9 мен 11. Так, 10 мен 10-ды таңдай алмаймыз. Так, 9 мен 10 емес, 9 мен 11. 9 мен 11. Так, сонда мына жақта 1-ден 9-ға дейін, барлығы 9 нұсқа бар. Және 101 болатындай біз 1 мен 100-ді таңдай аламыз. Так, 2 мен 99 таңдай аламыз. Осылайынан егер жалғастыра беретін болсақ, так, ең соңында 49 бен 52-ні таңдай аламыз. Және 50 мен 51-ді таңдай аламыз. Сонда мына жерде қараңыздар. 1, 2, осылайынан кете береді. 49, 50. Барлығы 50 нұсқа. Демек, бұл есепте нұсқалардың санын егер қосып шығатын болсақ, онда 1 қосылған 2, қосылған 4, қосылған 6, қосылған 50. Так, 10, 60. Так, 10, 6 емес, 9 ғой мына жерде. Кешірім сұрайын, 9, сонда 66. Сонда бұл есептің жауабы бізде 66. Жақсы, келесі 24-ші есеп. Так, келесі 24-ші есеп. А бүтін саны мен x нақты саны үшін x квадрат азайту ax қосу 1 тең 0 теңдігі орындалады. Келесі өрнектің ең кіші мәні нешеге тең дейді? X-тің 4 дәрежесі қосылған 1 бөлінген x-тің 4 дәрежесі азайту 2019. Так, а бізде бүтін сан дейді. Онда a-ны біз x арқылы өрнектеп алайық. Бірінші x квадрат минус ax қосылған 1 тең 0. Так, олай болса, осы жерден a-ны анықтайтын болсақ, a дегеніміз x квадрат қосылған 1 бөлінген x болады. Так, бөліп жіберсек, онда x қосылған 1 бөлінген x. Так, бізде x қосу 1 бөлі x-ті таптық. x4 дәрежесі қосу 1 бөлі x4 дәрежесін анықтап алу керек. Ол үшін так, мынаны a квадратты квадраттап жіберейік. Сонда егер біз мына өрнекті квадраттайтын болсақ, бізде x квадрат болады. Қосылған 2 болады, яғни x және 1 бөлі x қысқарып кетеді. x-тар 1 бөлінген x квадрат. Яғни a квадрат азайту 2 ол x квадрат қосылған 1 бөлі x квадрат. Так, 4 дәрежесін табу үшін бізге тағы да квадраттау керек. Яғни a квадрат азайту 2-ні квадраттасақ, бізде x-тің 4 дәрежесі болады. 2ab дегеніміз ол 2, x квадрат 1 бөлі x квадрат қысқарып кетеді. x квадраттар және 1 бөлінген x-тің 4 дәрежесі. Так, сонда бізде a квадрат азайту 2-ның квадраты азайтылған 2, ол бізде x-тің 4 дәрежесі қосылған 1 бөлінген x-тің 4 дәрежесі болады. Так, жақсы. Сонымен, бізде мынау берілген өрнектің орнында x4 плюс 1 бөлі x4-ның орнына біз былай деп жазайық. Онда a квадрат азайтылған 2-ның квадраты азайтылған 2 деп жазайық.
және азайту 2019. Сонда бізде осы өрнектің мәнін табу керек. Яғни а квадрат азайту 2-нің квадраты азайту 2021 болады сонда. Азайту 2021. Осы өрнектің ең кіші мәнін табу керек. Так, а бізде бүтін сан. Онда былай істейік. 2021 дегеніміз ол бізде қай квадраттардың арасында орналасқан? Так, ол 2025-тен кіші. 2025 деген бізде 45-тің квадраты. 44-тің квадраты 1936-ға тең. Яғни 44 және 45 деген екі тізбектес сандардың квадраттардың арасында орналасқан сан бізде 2021 деген. 44-45 дегеніміз олар өз кезегінде қандай квадраттардың арасында орналасқан? 44-45. Так, ол 49-дан кіші және 36 үлкен. 36 мен, яғни 6-ның квадраты мен 7-ның квадратының арасындағы сандар. Так, сонда бізде мына жерде а-ның орнына а тең 6, а тең 7 деген мәндерді қойып тексеру керек. И осы өрнектің мәнін есептеу керек. Яғни, егер а-ның орнына біз 6-ны қойсақ, онда 6-ның квадраты азайту 2-нің квадраты азайту 2021-ді есептеуіміз керек. Так, 6-ның квадраты бізде 36, 36-тан 2-ні азайтсақ 34. Яғни 34-тің квадратынан 2021-ді азайтамыз. Так, 34-тің квадраты бізде 1156-ға тең. Одан 2021-ді азайтсақ, онда олардың айырмасының модулі бізде 865-ке тең. Так, енді 7-ні қойып тексеріп көрейік а-ның орнына. 7-нің квадраты азайтылған 2-нің квадраты азайту 2021. Так, 7-нің квадраты бізде 49. 49-дан 2-ні азайтсақ, бізде 47 болады. 47-нің квадраты бізде 2209. Так, ол 2021-ден үлкен, сол үшін модульді қоймай қоямыз, 2021. Так, бұл жерде айырмасы 188-ге тең. Сонда көріп отырғанымызда. Так, сонымен соңғы 25-ші есеп қалды. Бізде шеңбердің бойында кездейсоқ түрде 2011-ден бастап 2020-ға дейінгі сандарды орналастырды дейді. 10 санды. Барлық көршілес екі санның ең үлкен ортақ бөлгішін есептеңіз дейді, орналастырып. Пайда болған 10 ең үлкен ортақ бөлгіштің қосындысын табыңыз, қосындының ең үлкен мәні неге тең дейді. Яғни шеңбердің бойына осы 10 санды орналастыру керек, және бізде 10 жұп пайда болады, көршілес тұрған. Солардың ең үлкен ортақ бөлгіштерін есептеу керек. Сонда соларды қосып шыққан кезде ең үлкен мәнін табу керек деп тұр. Так, есепті шығармастан бұрын мына нәрсеге назар аударып кетейік. Егер а және б сандарының ең үлкен ортақ бөлгіші осылай белгілесек, жақшаның ішінде а, б деп, онда Евклид алгоритмі бойынша ол сандардың ең үлкен ортақ бөлгіші а және а минус б сандарының ең үлкен ортақ бөлгішіне тең. Мысалы, ол д деген сан болсын. Бізде, яғни бұл не деген сөз? Яғни а минус б ол а және б сандарының ең үлкен ортақ бөлгішіне бөлінеді деген сөз. А минус б бізде ең үлкен сандар ол 2020, ең кішісі бізде 2011. Яғни 2020-дан 2011-ді азайтсақ, ол 9. Демек, мынау д деген сан бізде 9-дан кіші немесе тең болу керек. Яғни сан өзінен үлкен санға бөлінбейді. Сондықтан ең үлкен ортақ бөлгіштің мәні 9-дан кіші болу керек. Так, қараңыздар, бізде 10 сан берілген 2011-ден 2020-ға дейін. Барлығы 10-ақ сан. Демек, бізде бұл сандардың ішінде 6-ға бөлінетін бір ғана сан бар, 7-ге бөлінетін бір ғана сан бар, 8-ге бөлінетін бір ғана сан бар. Сондықтан бізде ең үлкен ортақ бөлгіш ол 5-тен кіші немесе тең болады. Яғни 6 боламайды. Себебі 6-ға бөлінетін 2 сан жоқ ішінде. 6-дан үлкен, мысалы 7-ге бөлінетін 2 сан жоқ. Түсінікті, Сондықтан d тең 5 болса, яғни ең үлкен ортақ бөлгіші 5-ге тең болатын. 5-ге бөлінетін бізде 2 сан бар. Ол 2015 және 2020. Яғни егер шеңбердің бойында осы 2 сан көршілес тұрса, онда олардың ең үлкен ортақ бөлгіші 5-ге тең болады. Яғни бұндай сан біреу ғана. d тең 4 болатындай бізде 4-ке бөлінетін 3 сан бар. Яғни 2012, 2016 және 2020. Егер осы 3 сан қатар орналасса,
онда мынау сандардың ең үлкен ортақ бөлгіші 4-ке тең болады, және мыналардікі да 4-ке тең болады. Яғни қосынды 8 береді. Мына екеуі қосынды бізде 5 беріп тұр. D тең 3-ке бөлінетін бізде 3 сан бар. Осы сандардың ішінде ол 2013, 2016 және 2019. Егер осы 3 санды біз шеңбердің бойында тізбектес қатарлас орналастырсақ, онда мынау екеуі 3-ті береді, және мынау екеуі 3 болады. Ең үлкен ортақ бөлгіші. Так, D тең 2, D тең 1 қалғандары. D тең 2. Бізде 5 жұп сан бар. 5 жұп сан. Егер 5 жұп сан қатар орналасса, мысалы A1, A2, A3, A4, A5. Онда бұлардан бізде 2 болатын 4 қосынды бар. Бірақ біз жұп сандарды мына жерде неғұрлым үлкен болу үшін мына жерде D тең 4 болатын жағдайда екеуін алып қойдық. Сонда мына жерде максимум бізде 2 болады. Яғни қандай да 3 сан қатар орналасады бізде. Сонымен бізде S деп белгілесек, ең үлкен мәндерін есептесек, мына жерде 5, 4, 4, 3, 3, мына жерде 2, 2, сонда қалғандары біреуден болады. Сонда 5 қосылған 4 қосылған 4, қосылған 3 қосылған 3, 2 қосылған 2, сонда қанша болды? 7 болды. Қалғандары өзара жай сандар болады. Қосу 1, қосу 1. Так, егер бұл қосындыны есептейтін болсақ, бізде қанша шығады мына жерде? Так, 4-ке 3, 4-ке 3, 14, 19, 20, 25, 26. Сонда 26 болып тұр, 26 болып тұр. Бірақ біз бұл жерде бір нәрсеге назар аударуымыз қажет. Бізде 2016 деген сан мына жерде де тұр, мына жерде де тұр. Яғни 3-ке де 4-ке де бөлінгенде. Бізге қайсы керек болып тұр бұл жерде? 2016 саны мына жерден алып тастау керек. Мына жерден алып тастау керек біреуін. Себебі бізге бұлардың ең үлкен ортақ бөлгіші, жұп сандардың ең үлкен ортақ бөлгіші 2-ке тең болғандықтан, ал мына жерде 3 пен 4 бар болғандықтан бізге 2-ден алып тастаған дұрыс біреуін. Сонда мына жерде бізде екеу емес, біреу ғана қалады. Біреу. Түсінікті, сонда бізде сумма, яғни қосындымыз максимальный болу үшін. Ең үлкен, неғұрлым ең үлкен мән болу үшін. Яғни бізде мына жерден 26-тан біреуді азайтамыз, сонда бізде ең үлкен мәні 25 бола алады. Яғни біз бағалауын жасап отырмыз да, бұл жерде оценка. Енді оны қалай орналастырамыз? Егер бізде 2015-2016 көршілес орналасса, 2015 және 2020, онда бұлардың ең үлкен ортақ бөлгіші бізде 5-ке тең болып тұр. Енді арғарай 2020 бізде 4-ке бөлінеді. 4-ке бөлінетін бізде 2016 мен 2012 бар. Сол үшін мына жерде 2012-ні жазамыз бірінші. Одан кейін 2016, себебі 2016 3-ке бөлінеді. 2016 3-ке бөлінеді. Оның жанына 2013-ті жазамыз, 3-ке бөлінетін, және 2019-ды жазамыз. Немесе керісінше 2019-2013 разница жоқ. Так, мына жерде 2020 мен 2012 ең үлкен ортақ бөлгіші 4-ке тең, 2012-2016 4-ке тең, мына жерде 3 болады, және мына жерде 3 болады ең үлкен ортақ бөлгіш. Так, сонда шеңберден бер қарай жылжитын болсақ, бұл жерде қандай да бір жерде бізде 2 жұп сан орналасу керек. 2020-ның бер жағында 2015 орналасады. 2015 себебі ең үлкен ортақ бөлгіші 5 аламыз. Болды. Ары қарай қалған жұп сандарды көршілес орналастырамыз. 2 деген ең үлкен ортақ бөлгіш алу үшін 2014 пен 2018-ді орналастырамыз. Сонда мына жерде 2-ке тең болады ең үлкен ортақ бөлгіш. Сонда мына жерге 2017-ні қойсақ болады. Және 2011 мысалы мына жерде. Мына жерде 1 болады ең үлкен ортақ бөлгіш, мына жерде 1 болады, және мына жерлерде 1-1-ден болады. Сонда көріп отқанымыздай бізде ең үлкен ортақ бөлгіштерін 10 қосынды, 10 жұптың қосындысы, сонда бізде S тең 25. Яғни 25-тен артық бола алмайды.
Так, сонымен бізде барлық есептер шықты. Егер есептер сіздерге ұнаса, пайдалы болса, міндетті түрде видеоға лайк басып кетіңіздер және арнама жазылуды ұмытып кетпеңіздер. Баршаңызға рахмет, сау саламат болыңыздар.